Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Физика пәнінен дәріс тақырыбы электростатика деп аталады. Дәрістің жоспары: бірінші сұрақ электростатика, электр зарядтарының өзара әсерлесулері, зарядтың сақталу заңы, Кулон заңы. Екінші сұрақ электростатикалық өріс, өріс кернеулігі, суперпозиция принципі. Үшінші сұрақ потенциал, потенциалдың электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы. Электростатика дегеніміз тыныштықта тұрған электр зарядтарының өзара әсерін зерттейтін физиканың бөлімі. Табиғатта электр зарядтарының екі түрі бар деп ескеріледі. Олар оң және теріс зарядтар деп қабылданған. Аттас зарядтар бірін-бірі тебеді және әраттас зарядтар бір-біріне тартылады. Электростатиканы да Меликен, Йоффе және тағы басқа ғалымдардың тәжірибесі негізінде табиғаттағы барлық электр зарядтарының мөлшері элементар зарядтарға еселі екені көрсетіп берген. Яғни Q заряд элементар 1,6 көбейту 10⁻19 дәрежесі кулон элементар зарядына еселі болып табылады. Табиғатта жиі кездесетін элементар заряды бар теріс зарядты бөлшек электрон болса, оң зарядталған элементар бөлшек протон деп аталады. Электронның массасы 9,11 көбейту 10⁻31 дәрежесі килограмм, протонның массасы 1,67 көбейту 10⁻27 дәрежесі килограммға тең. Электр зарядының сақталу заңы. Сыртқы денелермен заряд алмаспайтын немесе әсерлеспейтін электрлік денелердің жиынтығын электрлік тұйық немесе оқшауланған жүйе деп атайды. Электр зарядының сақталу заңы келесі түрде тұжырымдалады. Тұйық электрлік жүйедегі зарядтардың алгебралық қосындысы тұрақты болады. Электр зарядының сақталу заңы мына түрде жазылады, немесе қосынды белгісін қолдану арқылы қысқаша жазуға болады. Электростатиканың негізгі заңы Кулон заңы болып табылады. 1785 жылы француз ғалымы Кулон тәжірибе жүзінде дәлелдеген. Кулон заңы бойынша қозғалмайтын зарядтардың әсерлесу күші зарядтардың көбейтіндісіне тура пропорционал, арақашықтықтың квадратына кері пропорционал. К дегеніміз пропорционалдық коэффициент. Ол 1 бөлінген 4π эпсилон 0-ге тең. Ондағы π өзімізге белгілі 3,14. Эпсилон 0 дегеніміз электрлік тұрақты, оның сандық мәні 8,85 көбейту 10⁻12 дәрежесі фарад бөлінген метр. Осы мәнді орнына қоятын болсақ, пропорционалдық коэффициенттің мәнінің 9 көбейту 10⁻9 дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадрат екендігін көреміз. Кулон заңы күшті анықтайтын болғандықтан векторлық түрде жазылады. Мұндағы R1-2, Q2 зарядты Q1 зарядқа қосатын радиус вектор болып табылады. Кулон күші Ньютонның үшінші заңына бағынады. Яғни F1-2 тең F2-1 тең Q1 Q2 бөлінген 4π эпсилон 0 R квадрат. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы Кулон заңына ұқсас келеді. Бірақ электростатикалық әсерлесу гравитациялық әсерлесуге қарағанда әлдеқайда үлкен болады. Мысал ретінде, сутек құрамына енетін электрон мен протон арасындағы әсерлесу күштерін анықтау арқылы көз жеткізуге болады. Гравитациялық әсерлесуі протон мен электронның массалары жазылған формула және электростатикалық әсерлесу күштері. Осы жердегі тұрақтылардың мәндерін орнына қойып есептейтін болсақ, айтылған нәрсеге көз жеткізуге болады. Зарядтар арасындағы Кулон күші осы зарядтар орналасқан түзу сызықтың бойымен бағытталады. Демек, бұл күш орталық күш болып табылады. Аттас зарядтар үшін Кулон күші 0-ден үлкен, ал әраттас зарядтар үшін 0-ден кіші болады. Екі зарядтың өзара әсерлесу күші олардың жанына басқа зарядтарды әкеліп қойғанда өзгермейді. Берілген зарядтар жүйесіндегі бір зарядқа әсер ететін қорытқы күш оның әрбір жеке зарядпен әсерлесу күштерінің геометриялық қосындысына тең. Зарядталған бөлшектер бір-бірімен өзара материяның ерекше көзге көрінбейтін түрі электр өрістері арқылы әсерлеседі. Қозғалмайтын электр зарядтарының электр өрісі электростатикалық өріс деп аталады. Осы өріс тарапынан әсер ететін күш электростатикалық күш деп аталады. Электростатикада қолданылатын модель нүктелік заряд деп қарастырылады. Нүктелік заряд дегеніміз өлшемі басқа зарядталған денеге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда ескермеуге болатын зарядталған дене. Механика курсындағы материалдық нүкте ұғыммен салыстырсаңыздар болады.
Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы дегеніміз кернеулік. Бұл берілген нүктедегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен анықталатын физикалық шама. Яғни E тең болады F бөлінген Q. Өлшем бірлігі Ньютон бөлінген кулон. Электростатикалық өрістің кернеулік векторының бағыты оң зарядқа әсер ететін күштің бағытымен сәйкес келеді. Электр өрісінің графикалық бейнеленуі күш сызықтар арқылы жүзеге асырылады. А суретінде әр атты зарядтардың бір-біріне тартылатыны көрсетілген. Кернеулік сызықтары оң зарядтан басталып теріс зарядта тұйықталады. Б суретінде аттас зарядтар көрсетілген. Кернеулік сызықтарынан көріп тұрғандай, аттас зарядтар бір-бірінен тебіледі. В суретінде кернеулік сызықтарының оң зарядтан басталып теріс зарядтан аяқталатындығы көрсетілген. Барлық нүктедегі кернеулік векторының бағыты мен шамасы бірдей болатын электр өрісін біртекті электр өрісі деп атайды. Электр өрісіне енгізілген зарядтарға өріс тарапынан әсер ететін күш F тең QE. Мұндағы Q-ды +1 деп алатын болсақ, онда F тең E екенін көреміз. Яғни E кернеулік векторы ол күштік сипаттама. Вакуумдегі нүктелік зарядтың тудыратын электр өрісінің кернеулігі осы көрсетілген формуламен анықталады. Электр өрісі үшін суперпозиция принципі орындалады. Суперпозиция дегеніміз қабаттасу немесе қосылу дегенді білдіреді. Қозғалмайтын N зарядтан тұратын электрлік жүйенің тудыратын қорытқы электр өрісінің кернеулігі жеке зарядтар тудыратын электр өрістері кернеуліктерінің геометриялық, яғни векторлық қосындысына тең. Әрбір жеке зарядқа әсер ететін күштердің геометриялық қосындысы көрсетілген формуламен анықталады. Мұндағы F тең QE екенін ескеретін болсақ, біз электр өрісінің суперпозиция принципіне арналған формуланы жазып шығамыз. Электростатикалық өріс потенциалды өріс болып табылады. Электростатикалық әсерлесу күшінің тұйық траекторияда атқарылатын жұмысы 0-ге тең. Q зарядының электр өрісінде Q штрих заряды бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстыратын болса, онда консервативті күштердің электр өрісінің атқаратын жұмысы потенциал энергияның өзгерісі арқылы анықталады. Q штрих заряды бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда кулондық күш келесі түрде анықталатын жұмыс атқарады. Осы формуладан екі нүктелік зарядтың өзара әсерлесуінің потенциал энергиясын тауып аламыз. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы потенциал деп аталады. Электр өрісінде орналасқан нүктелік зарядтың потенциал энергиясының осы зарядтың шамасына қатынасы электр өрісінің потенциал деп аталады. Өлшем бірлігі 1 вольт. Вольт немесе 1 джоуль бөлінген кулон арқылы беріледі. Потенциал электр өрісінде орналасқан зарядтың потенциал энергиясын анықтайтын скалярлық шама. Потенциалды күш пен потенциал энергия арасында көрсетілгендей байланыс бар. Күш пен потенциал энергия электр өрісін сипаттайтын шамалармен келесі түрде байланысады. Нәтижесінде E кернеулік векторының потенциалдың теріс таңбамен алынған градиентіне тең екені шығады. Электр өрісінің кернеулігі теріс таңбамен алынған потенциалдың градиентіне тең. Векторлық түрде жазылуы және скаляр түрде жазылады, келесі түрде жазылады. Сонымен дәрісті қорытындылайтын болсақ, жоспарланған 3 сұрақ толық қарастырылды. Қосымша сұрақтар сіздерге өз бетінше іздену үшін үй тапсырмасы ретінде беріледі. Дәріс соңында берілген әдебиеттермен жұмыс жасау ұсынылады. Үй тапсырмасы: бірінші дәріс материалдарын қайталау, екінші электрлік тұрақтының физикалық мағынасы қандай, үшінші электр өрісінің кернеулігі теріс таңбамен алынған потенциалдың градиентіне тең болады. Осы жердегі градиент сөзінің физикалық мағынасын түсіндіріңіз. Төртінші, зарядтардың кеңістіктегі әртүрлі орналасуы үшін күштер қалай анықталады? Мысалдар қарастыру. Электростатикалық өрістің күштік және энергетикалық сипаттамаларының физикалық мағынасын қайталау. Электростатика бөлімінде қандай физикалық шамалар үшін суперпозиция принципі орындалады? Жетінші сұрақ: бір кулон зарядтың мөлшеріне физикалық сипаттама беру. Сіздерге берілген пайдаланылған әдебиеттер. Құрметті студенттер, осымен дәрісіміз аяқталды. Кездескенше сау саламат болыңыздар.